Қостанай облысының кәсіпкерлері мен прокуратура өзара меморандум қабылдады. Осыған сәйкес екі жақ шағын және орта бизнеске қатысты мәселелерді бірлесіп шешу жөнінде келісімге келді. Ең бастысы заңсыз тексеріс кәсіпкерлердің құқын бұзушылыққа тосқауыл болу. Сондай-ақ заңдылықты жетілдіру үшін бірлесіп ұсыныс пікірлерді дайындау алдағы мақсаттардың бірі. Бақылаушы органдардың өзі заңда ақпарат берудің нақты мерзімі көрсетілмегендігін айтады. Ал кәсіпкерлерді жиі тексеріс емес, ұсақ-түйек кемшіліктер үшін қолданылатын жазаның ауқымдылығы мазалайды. Биылдың өзінде прокуратура бақылаушы органдардың 300-ге жуық шешімдерінің күшін жойған. Тіпті олар салған айыппұл көлемі кәсіпорынның жылдық табысынан асып түскен жағдайлар болған. В текущем году антимонопольная инспекция... Биыл монополия қарсы инспекция тарапынан денсаулық серіктестігі әкімшілік кодекстің 147 бабы бойынша жауапкершілікке тартылып, 600 мың теңге көлемінде айыппұл салынған. Ал осы кәсіпорынның жылдық табысының өзі жарты миллион теңгеден сәл асады. Сегодня очень много инструментов. Қазіргі кезде кәсіпкерлерді жұмылдырудың тетіктері көп. Біз нақты бір мәселелерді қандайда бір мемлекеттік құрылымдардың, жергілікті атқарушы биліктің, аймақтық орган өкілдерінің алдына қоя аламыз. Одан нәтиже болмаса, кәсіпкерлердің ұлттық палатасына өтініш ұсынысымызды білдіреміз. Яғни содан кейін үкіметтік деңгейде шешілетін болады.